8 орын Detroit Become Human. Детройт бұл ойын емес, бұл таңдау, жауапкершілік және адам болу дегеннің мәнін қайтадан түсіндіретін тәжірибе. Ойында біз болашақ Детройт қаласында өмір сүретін 3 андроид ойнаймыз. Конор, мінсіз полицей, Маркус, революционер, Кара, қамқор ана. Басында бәрі қарапайым робот сияқты көрінеді. Бірақ уақыт өте келе, олар нағыз адам сияқты сезіне бастайды. Сенің әр шешімің біреудің тағдырын өзгертеді. Бұл ойында дұрыс немесе бұрыс деген шешім жоқ. Тек нәтиже бар. Геймплей интерактивті фильм сияқты. Қозғалысы аз, бірақ эмоция көп. Әр диалог, әр таңдау маңызды. Ештеңе жайдан жай емес. Бір детальді байқамай кетсең, соңында кейіпкерің өліп қалуы да мүмкін. Детройт бір сәттік жауапсыздықтың үлкен трагедияға айналатын көрсететін ойын. Бірақ ең әсерлісі сценарий. Сен андроидтардың көзқарасы арқылы адамдардың қатыгездігін, әділетсіздігін көресің. Ал олар роботтар мейірімді, кешірімді, адамгершілікті бізге қарағанда көбірек көрсетеді. Бұл ойын адам болу үшін жүрек керек пе, әлде таңдау жасау керек пе деген сұрақ қояды. Детройт бұл өмір туралы, таңдау туралы және біздің адамзат ретіндегі жауапкершілігіміз туралы. Сондықтан ол ерекше әрі міндетті түрде бір рет өтіп көруге тұрарлық туынды.